Қайырлы күн, ателлицей, сіздермен бірге мен Талап және Ерке. Бүгін 2 қыркүйек оқу жылының ең алғашқы күні. Барша оқушыларға тілерім, күнделіктерің беске толы болсын, жетістіктерің көп болсын, жолдарың оңынан ашылсын. Ал ендеше бізде бүгін шағын блог оқушылардан сұхбат алатын боламыз. Саламатсыз апай, қалайсыз? Саламатсыздар ма? Сіз енді биыл 7 сыныпқа сынып жетекші болып жатырсыз. Қалай екен? Толқу бар ма? Әрине, әрбір сыныпты қабылдағанда толқу болады, бірақ менің оқушыларым бәрі жақсы, білімді, озат болуына сенімдімін. 7 А сыныбы ма? Әрине. 7 А сыныбы. А сыныптар негізі күшті болады, достар. Өзім А сыныбымын. Лицейімізге 7 сынып оқушылар келген болатын. Ендеше соларда сұхбат алайық. Оларға жерде тұр, көріп тұрған жоқпын. Сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Осы мектепке түскендеріңізде қуаныштысыздар ма? Әрине. Жақсы, онда рахмет сіздерге. Осы оқу жылдарыңыз өте керемет өтсін деп тілеймін. Жалпы сіздер биыл 8 сыныпсыздар. Бізге жаңадан 7 сыныптар келіп жатыр. Оларға қандай кеңес берер едіңіздер? Сабақты жақсы оқу. Сабақ қалдырмау керек. Ал достар, менің беретін кеңесім ол көптеген жарыстарға қатысу, олимпиадаларға қатысу, ештеңеден бас тартпау. Мысалы, мұғалімдерге барып, өздеріңіз жарыс сұрасаңыздар, мұғалімдер әрине сіздерге көптеген мүмкіндіктер бере алады. Ал біздің IT-лицей мүмкіндіктер мекені. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жаңа оқу жылда сіздерде толқу бар ма? Иә, бар. Жаңа мектепке келіп жатырсыздар. Мектеп ұнап жатыр ма сіздерге? Иә. Уайымдамаңыздар, алда уақытта сіздерге барлығымыз таныстыратын боламыз. Жоғары сынып оқушылары, есімім Талап және Ерке, 10 А сынып оқушысымын. Енді жаңа оқу жылына сіздерге сәттілік тілеймін, достар. Саламатсың ба? Жаңа оқу жылына дайындығыңыз қалай? Көңілге өте керемет. 2025-26 оқу жылына үлкен жоспарлар қойып отыр. Бұйырса сәтті оқу жылы болады деген ойдамын. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Ал алға қойған қандай мақсаттарыңыз бар? Енді биылғы оқу жылында 11 сыныптарды алып жатырмыз. Соларды үлкен жетістіктен, тарихтан жоғары көрсеткіш көрсету және де облыстық республикалық олимпиададан оқушы шығару олимпиадамен және ғылыми жобадан. Рахмет. Маған да жұғысты болсын. Мен де тарихтан олимпиадаға қатысам, маған да жұғысты болсын. Биыл 10 сынып оқушысымын. Бізде республикалық кезең бар олимпиаданың, сол себепті қобалжу бар негізі осы оқу жылына деген. Сен енді 11 сыныпсың, алда ұбытың келе жатыр. Осы оқу жылына деген дайындығың қалай? Ұбытға дайындығың қалай? Негізі қазір Назарбаевский университетке фокусын қойып жатырмын, кейін ұбытға дайындығымда бастайын деп отырмын. Тамаша, рахмет. Байқағаным, сіз биыл 11 сыныпқа тағы да сынып жетекші болып жатырсыз. 11 сынып оқушылардың алдағы уақытта ұбытлары бар, емтихандары бар. Оқушыларыңызда қанша балл күтесіз? 120+ балл күтемін оқушыларымнан, олардың қолынан келеді. Апай, неге 140 демеске? Мысалы, мен өзіне 140 балл күтем. Әбден мүмкін. 120+ деп басайық, 140 қояйық, алла қаласа. Көп армандау керек, апай. Күріп. Сіз осы мектептің түлегі, сіз мектеп бітіргеннен кейін біздің лицейде бірінші рет класс жетекші, сынып жетекші болып жатырсыз. Сезім қалай? Қиын, өте қиын. Неге өте қиын? Біз жаманбыз ба не? Жоқ, сынып жетекші болу өте үлкен ответственность деп ойлаймын. Сол жақ. Иә. Біз сізді жерге қаратпаймыз, уайымдамаңыз. Жақсы, бұйырса. Балаңыз қай сыныпқа түсіп жатыр, есімі кім? Қызымның аты Серік Аяру, 7 А сыныбына түсіп отыр. Жалпы қызыңыздың осы біздің лицейге түскеніне қуаныштысыз ба? Қандай сезімде болдыңыз лицейге түскенін естігенде? Иә, әрине, біз үшін бұл ерекше сезім, ерекше бақыт болды. Қызым өзі осы мектеп таңдаған болатын. Қаламыздың беделді мектептеріне түскеніне біз өте қуаныштымыз. Thank you.